Математика пәні, 1-ші сынып. Сабақтың тақырыбы қисық сызық, тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар. Оқу мақсаты тура, қисық, үзік, тұйық және тұйықталмаған сызықтарды, қарапайым жазық фигураларды, оның ішінде үшбұрыш, төртбұрыштарды нүктелі қағаздың жазықтығында бейнелеу. Бағалау критерийлері сызық түрлерін түзу және қисық сызықтарды ажырата алады. Тұйықталған және тұйықталмаған сызықтарды ажырата алады. Тұйықталған және тұйықталмаған сызықтарды қағаз бетіне бейнелей алады. Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі тақырып қисық сызық, тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар. Бүгін біз сабақта қисық сызық ұғымымен танысамыз. Тұйықталған сызық пен тұйықталмаған сызықтың айырмашылығын білетін боламыз. Сызықтар түзу және қисық, тұйықталған және тұйықталмаған болады. Ол үшін суретке назар аударамыз. Бірінші суретте тұйықталмаған сызық бейнеленген, себебі қораның есігі ашық және сызықтың екі ұшы бар. Екінші суретте қора тұйықталған сызық бейнесінде тұр, себебі қораның есігі жабық. Осылайша біз анықтаймыз. Келесі тапсырма қисық сызықтарды тап деген. Суреттерге қара. Олардың қайсысы қисық сызықпен салынған? Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Әрине, қисық сызықпен бізде көл, болт және құс бейнеленген. Ал кеме қисық және түзу сызықтардан тұрады. Үй болса, тек қана түзу сызықтардан тұрады. Ал жазық фигураға үй жатады. Қымбатты достар, білесіңдер ме? Бізді қоршаған ортаның барлығы әртүрлі геометриялық фигуралардан тұрады. Таныс заттар геометриялық денелерге ұқсас. Бүгін біз геометрия еліне саяхат жасап, геометриялық фигураларды ажыратуды үйренеміз. Геометриялық фигураларды сызықтар мен нүктелер арқылы бейнелеуге болады. Нүкте мен сызықтарды қосатын болсақ, геометриялық фигуралар пайда болады. Білесіңдер ме? Сызықтар түзу және қисық болады. Түзу сызық геометрияның негізгі ұғымдарының бірі. Түзу сызық бір сызықтың бойында орналасқан көптеген нүктеден тұрады. Түзудің басы мен аяғы болмайды. Қисық орналасқан нүктелердің үстімен сызатын болсақ, қисық сызық пайда болады. Кәне, сызықтардың басқа да түрлерін көрейік. Сызықтар тұйықталмаған және тұйықталған болады. Тұйықталған сызықтардың ұштары болмайды. Тұйықталмаған сызықтардың екі ұшы болады. Ал ендеше балалар, Анарға үйіне баратын жолды табуға көмектесейік. Қанекей? Дұрыс айтасыңдар балалар. Анар бірінші жолды таңдап, қисық сызық бойымен үйіне жете алады. Және суреттен қандай кеңістік фигураларды көріп тұрсыңдар? Әрине оқушылар, суретте шар, куб, пирамида тәрізді кеңістік фигуралары орналасқан. Балалар, бұл суреттен қандай сызықтарды көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Әрине, бұл суретте жасыл түсті тұйықталған сызықтар бар. Көк түсті тұйықталмаған және қисық сызықтар бар. Және түзу сызықтар кездеседі. Жарайсыңдар оқушылар. Балалар, енді біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші суреттен қисық сызықтарды екі топқа бөлуіміз керек. Көк және қызыл түсті. Тұйықталған сызықтарды көк түспен, тұйықталмаған сызықтарды қызыл түспен белгілейміз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы көрсеткіш көрсетіп отырсыңдар. Келесі тапсырмада қисық сызықтарды табамыз. Таулардың шыңын қоңыр түспен, тоғанды көк түспен, өрмекті сұр түспен белгілейміз. Қандай сызықтар шықты? Әрине. Келесі тапсырмада әр фигураға өз шеңберін табуға көмектесуіміз керек. Ол үшін қисық сызықтардың бойымен жүріп отыру керек. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. А, С, К, М нүктелері арқылы өтетін қисық сызықты сызыңдар.
Өте жақсы балалар, жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Келесі тапсырмасында тұйықталған қисық сызықты сызамыз. Тұйықталмаған қисық сызықты тұйықталған сызықты қиып өтетіндей етіп сыз. Оқушылар, тұйықталған және тұйықталмаған сызықтарды қайталау үшін мына тапсырманы орындаймыз. Тұйықталмаған сызықтар қандай түспен берілген, ал тұйықталған сызықтар ше? Әрине, бірінші суретте тұйықталған сызықтар қою көк түспен, ал тұйықталмаған сызықтар ашық көк түспен берілген. Шығарып көр. Нүкте арқылы неше қисық сызық өтеді? Санап көріңдер. Әрине, 3. Олар жасыл түсті, қызыл түсті және қою көк түсті. Оқушылар, сендер білесіңдер ме? Мынадай тұйықталған сызық шеңбер деп аталады. Естеріңе сақтаңдар. Орындап көрейік. 2, 3, 5, 8, 0 цифрларының жазылуына қарайық. Олардың қайсысы тұйықталған сызықтардан тұрады? Қайсысы тұйықталмаған сызықтардан тұрады? Әрине, 8 бен 0 тұйықталған сызықтардан, ал 2, 3, 5 цифрлары тұйықталмаған сызықтардан тұрады. Қанекей балалар, ойымызды қозғайық. Жіппен, резина, сым темірдің көмегімен түзу қисық сызық жасайық. Жіпті алып, қаттырақ тартсақ, жіп қандай болады? Дұрыс айтасыңдар оқушылар, жіп түзу сызыққа айналады. Ал осы жіпті бос ұстасақ, жіп не істейді? Әрине, қисық сызыққа айналады. Осы жіптің екі шетін байласақ, қандай сызық пайда болады? Тұйықталған сызық, дұрыс айтасыңдар. Ал осы байлауын шешсек, қандай сызық пайда болады? Тұйықталмаған сызық пайда болады. Өте дұрыс. Дескриптор. Оқушылар, бүгінгі сабақтан кейін сызық түрлерін, тұйықталған және тұйықталмаған сызықтарды ажырата алады. Және оларды қағазда бейнелей алады. Кері байланыс. Бас бармақ әдісі. Балалар, осы бас бармақ әдісі бойынша өз-өзімізді бағалайық. Тамаша, мен көп нәрсе білдім десек, бас бармағымызды жоғары көтереміз. Жақсы, мен енді біліп келемін десек, бас бармағымызды орташа қалыпта ұстаймыз. Ал орташа әлі де үйренуім керек десек, бас бармағымызды төменге түсіреміз. Бірақ бүгін біз көп нәрсе үйрендік деп сенемін.